Ассалаумағалейкум құрметті әріптестер. Бүгін мемлекеттік сатып алу порталында баға ұсынысы, яғни ценовое приложение қалай беру жолдарын көрсететін боламын. Бүгін тауар және услуга жөнін бірінші рабочий кабинет годовой планға кіретін боламыз. Бізде бекітілген планымыз бар. Сол бекітілген планды ашамыз. Утвержден болып тұр статусы. Соның ішін мұқият қарап шығамыз. Қайсысын ойнату керек, соны қараймыз да. Статусқа утвержден деп таңдайтын боламыз. Жерге тауарды таңдаймыз. Утвержден таңдалды. Найти батырмасын басамыз. Біздің тауарлардың тізімі шықты. Қарасаңыздар, барлығы ценовое приложение болып тұр. Және барлығы бір айда көрсетілген. Бір айда көрсету себебін алдағы уақытта годовой план деген сабақ болады. Видеоролик сода мұқият түсіндіретін болам. Мұқият қарап шықсаңыздар, барлығы ценовой приложение бір айда көрсетілген. Оны годовой планда түсіндіретін боламын. Барлығын белгілегеннен кейін жоғарыда выбрать все деген бар. Бастақ барлығы таңдалады. Яғни бірнеше тауарды ойнатқан дұрыс. Создать заявку на покупку батырмасын басамыз. Осындай шығады вкладка. Закрыть батырмасын басамыз. Осы жерде өзіміздің мекемені таңдайтын боласыздар. Содан кейін мынандай ақ жазу шығады. Яғни жоғарыда назад деген кнопка бар. Назад деген кнопканы басатын боласыздар. Сол кезде заявка созым деп шықты. Менде негізі 4 заявкамен түсіндірейін. Менде барлығы ойнатылған. Одан әрмен рабочий кабинет создать объявление батырмасын басатын боламыз. Объявление шықты. Баға ұсынысын таңдаймыз. Ценовое приложение. Бізге первый закупка болады, бірінші рет ойнатқасын. Мына жерге тауар таңдаймыз. Тауардың қазақша және орысша, яғни аттарын жазатын боламыз. Қысқаша шаруашылық тауарлар деп мен қойдым. Бұның ішіне яғни сабын, порошок, белизна, комет барлығы кіреді. Келесі далее басамыз. Осының астында керегін ғана галочка қойып, выбрать басамыз. Осындай вкладка ашылады. Далее батырмасын басамыз. Тағы да осы шыққаннан кейін міндетті түрде DDP де таңдайтын боламыз. Яғни DDP деген бұл поставщик өзі жеткізетін болады тауарды. Сіздің мекемеңізге толық. Басқасын таңдап қоюға болмайды. Басқасын таңдауға болады. Мүмкін басқа жағдайларда. Бізге DDP де таңдап, далее батырмасын басамыз. Дальше договорды толтырамыз. Осы жерге 5 күнді толтырамыз. 5 күн деп қойдық. Договордың астына барып утвердить басамыз. Утвердить басқанда оған қайтадан қол қоятын боламыз. Қол қойылды. Назад вернуться к заявке деген батырманы басамыз. Мына жерде ең басты техникалық характеристика, яғни соны ашып мұқият қарайтын боламыз. Мен әзірге 4-еуін ойнатып жатырмын. Добавить батырмасын басып. Добавить батырмасын басқан кезде мысалға бумага деп шықты. Бумага дополнительный характеристикада бумага деп көрсетілген. Пачкасы барлығы. Бұл дополнительный характеристикада неге бұлай көрсеткендігін мен годовой план сабағында көрсететін боламын. Годовой планда мен осылай салдым. Осылай салынып тұр. Сіздер мүмкін басқаша жазған болуларыңыз мүмкін, бірақ бұның бір құпия сырлары бар. Оны годовой план сабағында, яғни видеоролигін түсірген кезде осы жерін айтатын боламын. 15 календарный күн жазулы тұр. Мына жерге тауардың қазақша және орысша сипаттамаларын жазатын боламыз. Мысалы, бумага алған кезде міндетті түрде в одном пачке 500 листов деп жазу керек. Жай ғана А4 деп жазып қойсаңыздар, ол қара қағаз келуі мүмкін, немесе 10 пачкалық, 10 штуктық келуі мүмкін. Сол себепті мұқият жазатын боламыз. Қазақшасында жазып бітірдік. Жаңа құпияның бір сырының бір бөлігін айтып өтсем, мысалға бумага деп тұр ғой бізде. Қандай нақты бумага екені жазылмаған. Мүмкін бізге андай глянцевый бумага керек шығар. Себебі сатып алынатын тауарлар күнде өзгереді. Директор бүгін басқаша тауар, ертең басқа тауар ал деген кезде осындай болу үшін барлығы ол годовой план видеоролигінде айтатын боламын құпияларын. Сақтадық. Сформировать протокол басамыз. Сформировать етілді. Оған қол қойдық. Қол қойғаннан далее батырмасын басамыз. Мына жерге 60 күн деп қоямыз.
мына жерге директор барлығын таңдайтын боламыз. Мына жерге міне депозитный счетты таңдайтын боламыз. Міне егер естімесеңіздер міне жазып та көрсетейін. Сақтағаннан кейін сохранить батырмасы басқаннан кейін ана жерге мысалға бүгін 26 январь болса, ертең 27 январьдан бастап ойнататын боламыз. 27 қаңтардан бастап. Міне қай күнге 27 жұмыс күні сағатын жұмыс уақытына қояйық, сағат 9-дан деп. Сағаты мен күнін көрсеттік. Ал екінші жерге міне арасы 5 жұмыс күні болу керек, яғни 5 рабочий күн. 27-сінен бастап есептейміз. 27-сі бірінші күн, яғни келесі 5 рабочий күн қай уақыт болады? Примерно жұмаға келіп тұр, келесі жұмаға. Уақытын көрсетеміз. Бұл объявлениенің ашылу уақыты. Дальше міне предварительный просмотрды басып опубликовать етеміз. Содан кейін оны рабочий кабинет мои объявления басқаннан кейін осы жерге шығады сіздерге. Әзірге опубликован болып тұрады. Ертең 27 күні астына міне прием ценовых предложений деп шығып тұратын болады. Тауарды ойнатып болдық. Енді услуганы дәл жаңағыдай рабочий кабинет годовой планға кіріп, планымызды ашатын боламыз. Мына жерге міне услуга деп таңдаймыз. Осының алды тауар ойнатқан тауарды таңдадық. Міне статусқа утвержденді қараймыз. Утвержденді қарағаннан кейін барлығы ценовой предложение ма, соны қараймыз. Және айларын қараймыз. Қойылған планированный айларын барлығын мұқият қарап шығатын боламыз. Соған галочка батырмасын басып, бірден бірнеше объявление ойнатқан дұрыс. Сол ыңғайлы негізі. Тауарды да, услуганы да бірнеше объявление. Сол өте жеңіл, өте тиімді болады. Айларын барлығын қарап болдық. Мысалы керек еместерін алып тастадық. Мүмкін қателесіп кеткен жағдайлар болса, соны алып тастаймыз. Мысалы міне из одного источника бұны қоймаймыз. Утвержден болса да статус утверждендерді міне создать заявка батырмасын басып, жаңағыдай мекемені таңдаймыз. Мынандай ақ жазу шығады. Назад батырмасын басамыз. Міне созын заявка деп шықты. Қайтадан рабочий кабинет создать объявление дейміз. Баға ұсыныс таңдадық. Первая закупка және услуганы таңдаймыз бұл жерге. Услуга болады. Мана товар болды. Бұл жерде услуга болып тұр. Услуганы атауын жазамыз. Бірнеше услуг болса, видео наблюдение, басқа неше түрлі нелер болса, барлығын бір жазатын боламыз. Қысқаша ғана жазуға болады. Келесі міне осы жерде барлығы шығатын болады. Тізімнің ішіне керегін ғана выбрать етеміз. Себебі былтыр ойнай алмай қалған тауарлардың барлығы шығып қалуы мүмкін. Керек емесін қайттан керегін выбрать лоттан тауып алатын боламыз. Дальше батырмасын басамыз. Жаңағыдай договор толтыратын боламыз. Сосын мына жерге текст спецификацияға добавить етіп, техникалық сипаттаманы тіркейтін боламыз. Яғни видео наблюдение қандай болу керек, неше камера бар деген сияқты бекітілген, деректен бекітілген, соны тіркейтін боламыз. Мен әзірге басқаша Word таңдайтын боламын. Түсінікті болу үшін техникалық сипаттама тіркелді. Далее батырмасымыз, техникалық сипаттама посмотреть болып тұр. Мына жерге 60 күнді қоямыз. Қайтадан ана жерге депозитный счетты таңдаймыз. Мына жерге директор барлығын таңдайтын боламыз. Далее батырмасын басқаннан кейін міне дәл жаңағыдай күн қай күн ертеңгі жұмыс күнімен шығатын болады. Аралары 5 күн болуы қажет. Жылдық жоспарды салу сабағы алда уақытта шығатын болады. Сонда барлық құпиялар, негізгі жұмыстың басты мақсаты сол жылдық жоспарда болады. Ең дұрыс салуы сол видеода шығатын болады. Міне опубликовать батырмасын басамыз. Оны қарау үшін міне мои объявление кіреміз. Дәл жаңағыдай шығып тұрады. Әзірге опубликован болып тұрады. Объявлениенің ашылу уақытына дейін. Содан кейін барып міне прием ценовых предложений болып тұрады.